Қадір түні. Адам зат баласына Құранның түскен түні де бұл мың айлардан қайырлы, ол түні періштелер және рух түседі дейді. Міне осы жерде де исламның надандығы неде? Мынада да ол исламның надандығы емес, ол соны ұстанушылардың, олардың ішінде жаңа ғалымдарының, шейхтарының қателіктері де. Мысалы үшін ол түні періштелер және рух түседі дейді. Сөйтеді дағы рух деген ол Жәбірейіл періште дейді. Ол періште ғой. Періштелер түседі дегеннен кейін Жәбірейіл періште солардың ішінде ғой. Ал рух деген мәселе, ол киелі рух. Ол Алланың болмысы да. Ал Жәбірейіл періште сол Алланың рухынан барып нұрдан жаратылған әлемде ол. Ал рух ол жаратылмаған. Сондықтан дағы рух түседі деген сол, киелі рух түседі деген сөз. Міне осы арасын білмегеннен кейін басқа не сұрайсыздар? Өйткені Алланың жаратушылық сипатына ие киелі рух. Өйткені Алла әлемді жаратқанда, өзінің рухынан үрлеп жаратқанда, сонда, значит, получается, біз жараттық дейді. Біз деген сөзге Алла, оның сөзі, оның рухы да, сөзі бол деді, рухын үрледі, сол нәрсе болды. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы қазіргі уақытта қадір түнін түтіп тек қана Жәбірейіл періште мен періштелерді ғана күтіп отырмыз деген, ол исламның рухани білімі жоқтығынан. Жалпы исламға рухани илім берілмегенде негізі. Ислам Алланың сөзі Құранмен ғана тұрған құлшылық, алғашқы қадам Құдайға деген. Алда әлі 4 саты бар. Шариғат, тарихат, мағрифат, ақиқат. Көрдіңіздер ме? Осы баспалдақтардың бәрін өтпей, сендер нағыз сенімге жетпейсіңдер. Сонда жаңа ислам әлемі біз осымен болдық деп жаңағы есік тесігін түгел жауып алып отырғандығы, бұл да тағы бір надандығы да, адамды заттың адасуының. Жалпы ол сіздер дұрыссыңдар, мен мұсылманды жек көргендігім емес ол. Менің мағдилігім сол да, жаңағы олардың қателігін, жалғандығын жария етіп елге түзету, діндердің басын қосып, Алланың алдында дін біреу ғана. Түсіндіңдер ме? Ол жәнеде айтады, ол дін ислам деп. Ислам деген діннің аты ғана. Ислам деген сөзді аударсаңдар арабшадан, толық аударыңдар. Ол жерде ислам деген бойұсынушылық. Иудейде де бойұсынушы болса, христиан да бойұсынушы болса, ол да жаңағы Алланың дініне жатады. Алланың алдындағы дін тек қана бойұсынушылық, ал тек қана жалғыз ислам емес. Осындай көп нәрсе бар, бұның барлығын мағдияттың кезінде көресіңдер бәрін.